1/56 есепті шығарайық. 3 жер алқабының ауданы 60 гектар дейді. Яғни бірінші, екінші, үшінші 3 жер алқабын қосқан кезде бізде 60 гектар болады екен. Енді бірінші алқаптың ауданы, яғни мына алқаптың ауданы, бірінші алқаптың ауданы барлық ауданның 25%-на тең дейді. Яғни барлығы 60 болса, осы 60-тың 25%-на тең. Яғни 60 гектар ол бізде 100% болса, онда 25% табамыз. X дейміз да. X тең X 60-ты 25-ке көбейтеміз, я? 60 көбейту 25 бөлінген 100. Бөлінген 100. Сонда бізде 15 гектар шығады. Яғни біріншісі 15-ке тең екен. Үшеуін қосқан кезде 60 гектарға тең. Екеуі белгісіз. Енді дейді, екінші және үшінші алқаптар ауданның қатынасы дейді. Яғни мына екінші алқапты үшінші алқапқа қатынасы дейді. 4 бөлінген 5-ке тең дейді. Яғни 4 бөлінген 5-ке тең дейді. Енді біз мыналарды 1, 2 деп отырмай, бұларға әріп берейік. Мысалы, мынаны А, Б, С десек, онда былай жазамыз. А қосу Б қосу С тең 60 гектар. Енді бізде А тең 15-ке шықты. Және екіншісі мен үшіншісінің қатынасы, яғни Б бөлінген С тең 4 бөлінген 5-ке. Енді осы жерде Б мен С-ның өзі неге тең? Осыны шығарып алайық. Б қосылған С тең. А-ны 60 жаққа минусқа аударамыз. Сол кезде 60 минус А болса, А-мыз бізде 15-ке тең. Яғни Б қосылған С тең 60 азайтылған 15. Сонда Б мен С-ның қосындысы бізде 45-ке тең болады екен. Ендеше Б мен С-ның қосындысы 45-ке тең, ал Б мен С-ның қатынасы 4 бөлінген 5-ке тең. Ендеше осындай жүйе құрып алсақ болады. Б бөлінген С тең 4 бөлінген 5-ке деп. Екеуі арқылы жүйе құруға болады. Осы жерден мысалы Б-ны өрнектейтін болсақ, бізде бұл жерде Б тең болады. С-ны мына жаққа да жерге саламыз. Сонда 45 минус С. Енді осы Б-ның орнына 45 минус С-ны мына жерге қоямыз. Сонда 45 минус С бөлінген С тең 4 бөлінген 5. Енді бұны былай X сияқты көбейту түрінде не алайық. Сонда мынаны біріншіні астындағы алымды бөлімге көбейтеміз. Яғни 5 көбейтілген 45 минус С тең, мына екеуін көбейтінсе 4С-ға. Ендеше жақшаларды ашайық. 45-ті 5-ке көбейтсек 225 минус 5С тең 4С. 225 тең минус 5С-ні мұнда плюсқа аударамыз. 4С қосылған 5С. Сонда 225 тең болады 9С-ға. Енді осы жерден С-ні табамыз. С тең 225-ті 9-ға бөлеміз. 225 бөлінген 9. Ендеше бөлейік. 225-ті 9-ға бөлетін болсақ, 2-ден береміз. 18, 4 қалады. 5-тен береміз. 25 болады екен. Тең 25. Яғни біздің С-міз 25-ке тең болды. А бізде 15-ке тең дедік. С бізде 25-ке тең. Ендеше бұны табу оңай болады. Барлығын қосындысы 60 болса, 60-тан екеуін қосындысын ала саламыз. Яғни 60 азайтылған 25 қосу 15. Сонда бізде Б тең болады. Екеуін қосатын болсақ 40 болады. 60-тан 40 тасақ 20 болады. Б тең 20-ға.
міне b тең 20-ға. Яғни бірінші алқабымыз бізде 15 гектар, екінші алқабымыз 20 гектар екен, үшінші алқабымыз 25 гектар екен.